Баршаларыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, ерекше болып шығатын чебуректердің рецептісімен бөлісетін боламын. Қамыры мінсіз болып шығады. Бір жасасаңыз, осы рецептпен екінші рет жасайтын боласыз. Енді қамыр үгітіліп тұрады, сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажет ұн, сұйық май және де тұзды су қажет болады. Ұнымызды електен өткізіп аламыз. Бұл жерде шамамен менде 300-400 граммдай ұн, соған 3 ас қасық сұйық май және де 1 стакан салқын суға 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз да қамыр илейміз. Қамыр бұл жерде өте жұмсақ болып та кетпеу керек, қатты болмау да керек. Орташа қылдырып қамырды илейсіздер. Аз-аздан суыңызды қоса отырып, орташа қаттылықта қамыр илейтін боласыздар. Жақсылап араластырып қамырымызды илейміз. Иленген қамырды 2-3 қайтара иін қандырып илейтін боласыздар. Жақсылап илеп, одан кейін ие қанған қамырды алып, бірнеше бөліктерге бөлесіздер. Өз ыңғайларыңызға қарай жасайсыздар оны. Мен ұзыншалап жасап алып, одан кейін бірнеше бөліктерге бөлдім. Және де начинкасы өз қалауларыңыз бойынша, менде бұл жерде фарш, жуа және де тұз, қара бұрыш. Одан кейін тестамызды алып, жұқайлап жаямыз да 1 шай қасықтан жаңа начинкамызды сала отырып, чебуректерді жасаймыз. Бұл жерде чебуреке жасаудың еш қиындығы жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай жасап шығамыз. Жан-жағын жақсылап бекітесіздер. Пісірген кезде сыртқа шығып кетпес үшін. Одан кейін әдемілік ретінде шаңышқамен осылайынан узор жасап шығасыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізде міне чебуректер дайын. Енді осыны қызып тұрған майда орташа отқа қойып, жақсылап қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде дайын. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.